Сәлеметсіздер ме? Әсерлі аудио әңгімелер арнасының құрметті тыңдармандары. Арнама қош келдіңіздер. Әңгіме басталмас бұрын арнама тіркеліп, қолдау көрсете отырыңыздар. Рахмет. Менің айтайын дегенім абысыным жайлы. Бәлкім мен секілді абысындарының тілін түсінбей, тіл табыса алмай жүрген келіндер бар шығар араларыңызда. Сондықтан көпшілік ой қосар деп сіздерге өзімнің мәселем жайлы айтып отырмын. Мен үлкен отбасыға келін болдым. Өзімнен үлкен 2 абысыным бар. Мен 3-ші келінмін. Менен кейін тағы 2 келін келеді, Алла қаласа. Жалпы ата-енем, жолдасым, қайнағаларым мен қайын інілерім өте жақсы жандар. Жалғыз қайынәпкем бар. Ол кісіде тұрмысқа шығып, бір әулеттің отын жағып, түтінін түзу ұшырып, анасы секілді 6 баланы өмірге келіп, тәрбиелеп отырған алтын құрсақты ана, аяулы жар, сүйікті келін. Келін болып түскен әулетімді жамандайын деп отырған жоқпын. Жалпы абысындарымда жаман емес. Бірақ осы ортанша абысынымды кішкене түсінбеймін. 5 ұлдың ішіндегі үлкені болса да, үлкен қайнағам бірінші болып үйленбеген. Інісіне жолын беріп, екінші қайнағамыз бірінші үйленген. Айтайын деп отырғанымда осы әулетке ең алғаш түскен келін, яғни екінші абысыным туралы. Үлкен абысыным екеуміз құрдаспыз. Екінші абысынымның жолы кіші болғанымен, жасы үлкен. Өзі көп сөйлемейді, мінезі тұйық, ал үлкен абысын екеуміз жасымыз да, мінездеріміз де ұқсас болғандықтан шығар, тез тіл табысып, сырымыз бен мұнымызды бір-бірімізге айта аламыз. Қара шаңырақта үлкен қайнағам мен абысыным қалған. Мен келін болып түскенде 2 келін бір үйде тұрдық. Ал екінші қайнағам мен абысыным қалада жұмыстары болғандықтан бөлек тұрады. Үлкен абысыныммен қара шаңырақта 2 ай бірге тұрдық. Осы 2 ай ішінде мен қолымнан келгенше келіндік қызметімді атқардым. Абысыныммен де тату болдым, ата-енемен де жақсы қарым-қатынаста болдым. Қара шаңырақта жүрген қиналмаған едім, ауылдың бітпейтін тірлігін жасап жүрсем де. Бірақ қалаға екінші қайнағамның үйіне келгенде барлығы басқаша болды. Қалаға барып жұмыс істеңдер, өздерің үй болыңдар деп, әрекетін жасаңдар деп, ата-енем бізді шығарып жіберген. Сол кезде екінші қайнағамыздың жеке үйі болатын. Бөлмелері көп, аса үлкен үй болмаса да, бір бұрышынан сендерге орын табылады. Жұмыс істеп, жағдайларыңды түзелгенше сол үйде тұра тұрыңдар деп, ата-енем өз баласына сеніп жіберген бізді. Өйткені күйеуімнің жұмысына солай болды. Өзім де ол кезде оқуымды бітіріп, қолыма дипломымды алып қойсам да, мамандығым бойынша жұмыс істеп көрмеген болатынмын. Күйеуім қайда барса, мен де сонда болуым керек қой. Сондықтан қолда келін болған соң ата-енем бізді жіберді. Қалаға келдім деп қуанғанымды қайтейін, ененің қолында қызмет еткеннен де қиын болып кетті ол жақта. Қайнағам жақсы кісі, ол үндемегеннен тұйық деп жүрген абысыным біздің келгенімізді жақтыра қоймады. Тымырайып, қабағын түйіп, бір жадырап күлмейді де. Осында келгелі солай абысыным мінезі сол ғой деп көзімді жұмсам да, үндемегеннен үйдей пәле шығады дегеннен көкесін көрдім. Соңғы кездері бұл үйде емін-еркін жүріп тұру да мүмкін болмай кетті. Әрине, туған қайнағам мен абысынымның үйі ғой. Бізге бөтен емес, өз үйімде еркін жүрейін десем, ол абысыныма жақпаған сияқты. Осыдан 3 ай бұрын болмашыға, яғни тамақ мәселесімен сөзге келіп қалдық. Абысыным өзі мұғалім, қайнағам да жұмыс істейді, балаларын балабақшаға береді. Барлығы таңертең тұрып, бірі жұмысқа, бірі балабақшаға, жан-жаққа кетеді. Үйге қалатын жалғыз өзім. Үй тірлігіне менің мойнымда. Жұмысым ауыр болмаса да, үйдің иесі ғой, үлкен абысыным ғой деп, одан кез келген нәрсеге рұқсат сұраймын.
Жұмысқа кетіп бара жатқанымда міндетті түрде абысынымнан кешкісін қандай тамақ жасайын деп сұраймын. Өзің біл деп жауап береді. Сосын әрине үйдегі бар азық-түліктермен қалаған тамағымды жасап қоям. Таңертең қайнағама да абысыныма да сәлемімді саламын. Жұмысына шығарып салап, жұмысқа бармасам да олардың бұрын тұрып таңғы астарын дайындап қоямын. Кеткен соң дастарханды жинап, ыдыстарды жуып қоямын. Сосын күнделікті үй жинау, тамақ пісіру секілді жұмыстарымды атқарамын. Кейде балаларды балабақшадан алатын адам болмай, жұмыстарынан шыға алмай жатса, мен барып алып келем. Қысқасы, өзім ойланып отырсам, абысыныма пайдам тигеннен басқа зиянымды тигізгенімді көріп тұрған жоқпын. Бір күні абысыным ашуланып келді. Кім білет, жұмысына біреумен сөзге келіп, немесе бастығынан ескерту алды ма екен, барлығына аударып төңкеріп ашуымен менен алды. Сонда да үндемедім. Ертеңіне қарасам, тоңазытқыштың сыртқы есігіне бір апталық тамақ менюін жазып қойыпты. Алғашында күлкілі көрінді, бірақ аздап ренішім де болды. Маған да бір ауыз ескертсе, істе деген тамағын істеп қоямын ғой. Өзімді сөзге түсінбейтін адам сияқты көрдім. Ең сорақысы сол жазуды күйеуім көріп маған ұрысты. Сөзге түсінбейсің бе жоқ, әлде айтқан сөзді миың ұқпай ма деп. Мен оның ашуы орынсыз екенін айтып, өзімді ақтаймын дегенімше, күйеуім тоңазытқыштың есігіндегі қағазды жұлып алып, абысының бөлмесіндегі шкафтың бетіне жабыстырып қойды. Мен күйеуіме ештеңеге араласпашы дегенімде, сенің орныңды біліп, жұмысыңды істе. Мына қағазға тиісуші болма. Егер орныңда тұрмаса, менен жақсылық күтпе деген соң, мен оған тиіспедім. Сосын жұмысынан келген абысыным оны көріп, күйеуім екеуі ұрсып қалды. Қайнағам әлі жұмысынан келмеген болатын. Жеңгесі екеуі ұрсып қалған соң, күйеуім сыртқа шығып кетіп қалды ашуланып. Одан келіп абысыным маған ұрысты. Менің не кінәм бар? Мен оған сөз қайтарған жоқпын. Айтқанын істемей қойған жоқпын. Маған қандай кінә тағарын білмеді ме? Маған сөйлемейсің деп кінәлатты. Мен оған қалай сөйлеймін? Мен сөйлесем тіпті жауап қайтармайды. Менің оған сөйлегенімді жақтырмаса, өзімнен өзім барып сөйлей бермейтін шығармын, абысыным болғандықтан. Сыйлап жүрмін. Енді күйеуіме айтып, жылап еңіреп жүріп бөлек шықтық. Пәтерде тұрсақ та, туғаның болса да біреуге кіріптар болмайықшы, қиналсақ та бөлек тұрайық деп пәтерге шығып кеттік. Мен айтқан сон емес, күйеуім өзі де жеңгесімен ұрсып қалды ғой. Енді кеше үлкен абысымнан естіттім, мені әбден жамандапты. Бауырлардың арасына от салады, екеуін ұрыстырады деп айтыпты. Мен күйеуіме ағасы жайлы бір сөз айтқан емеспін. Керісінше қайнағамның жақсы кісі екенін айтатыным ылғиды. Қалай адам осылай өтірік айтуға болады? Ол үшін арсыз болу керек шығар, білмеймін. Қазір менімен араласпайды да тіпті. Енді не істеуім керек? Ата-енеме де оңай тимейді ғой. Келіндерінің кесірінен ұлдарының арасына сыза түскені кімге ұнасын? Олар ақылын айтып, сабырға шақырып жатса, оларға да мені әбден жамандапты. Әрине, қалған көңіл сынған айна демеймі? Осыншама сөздерден кейін сол абысыныма ішім жылымай отыр. Татуласқан күнде де бұрынғыдай болмайтыны анық қой.